Бұл қылмыстық іс ресми түрде тіркелмеген. Оның парақтары жыртылып тасталған. Ал істі жүргізген тергеушілердің бірі ішімдікке салынып кетсе, екіншілері бақилық болған. 1989 жыл. Алматы қаласы дүр сілкінді. Біреу қаладағы ауқаттылардың, шенеуніктердің ерке шолжын балаларын бірінен соң бірін өлтіре бастады. Бұл жай ғана кісі өлтіру емес, өте қатыгездікпен, зергерлік дәлдікпен жасалған жазалау еді. Министрлердің ұлдары, генералдардың жиендері, сауда мафиясының балалары. Олардың денелері өздерінің сән салтанатқа толы пәтерлерінен табылып жатты. Милиция қызметкерлері аяғынан тозып, қылмыстық топты, маньяктарды іздеді. Бірақ олар қатты қателескен еді. Бұл ұйымдасқан қылмыстық топ емес болатын. Бұл бар жоғы бір ғана адам еді. Арнайы барлау басқармасының капитаны. Ауған соғысынан кеудесі толы орденмен нағыз батыр болып оралған жігіт. Алайда ол елге келгенде отанның әділетсіздік жайлаған жерге айналғанын көрді. Ал оның жалғыз қарындасы элита балаларының бір күндік ермегіне, ойыншығына айналғанын білгенде, дүние астан-кестең болды. Сол сәтте ол өзі үшін қылмыстық кодекстің күшін жойды. Ол үшін енді кек әскери жарғы ғана қалды. Тоқта атамын деген бұйрық және нысанадан мүлт кетпейтін өткір кездік. Ташкент Алматы пойызы Алматы 2 вокзалына таңғы сағат тура 9-да келіп тоқтады. Капитан Ерлан Болатұлы перронға бірінші болып секіріп түсті. Жасы 27-де. Кеудесі толған орден мен медаль. Көзінде Гиндукуш тауларының суық ызғары бар. Ал ығындағы жолқабында тапшы болып саналатын шарп магнитофоны мен илену тойына арналған аппақ жібек матасы бар еді. Ол бұл сыйлықтарды қарындасы Айгерімге арнап әкеле жатқан. Айгерім енді ғана 20 жасқа толған еді. Медициналық институттың үздік студенті, ата-анасының мақтанышы, біреудің аяулы қалыңдығы болатын. Ерлан Қандағардағы қанды шайқастарда, өлім мен өмірдің арасында жүргенде, кек қарындасының хаттарын оқып, тірі қалуға ұмтылатын. Ол келе жатқанын ешкімге айтпады. Тосын сый жасағысы келді. Ол Алматының қақ ортасындағы Карл Маркс көшесіндегі зәулім үйдің 4-ші қабатына қарай құстай ұшты. Баспалдақтарды 2-3-тен аттап, демікпей жүгіріп шықты. Жүрегі қуаныштан лүпілдеп тұр. Бірақ пәтер есігіне жеткенде, соғыс жылдарында қалыптасқан түйсігі, ішкі дабылы кенет іске қосылды. Жоқ, жай ғана іске қосылған жоқ, сиренадай боздады. Есік құлыпталмаған екен. Құлып орнынан жұлынып сынып қалыпты. Ал пәтердің ішінен анасы пісіретін дәмді бауырсақтың иісі емес, ауыр, жағымсыз иіс шығып тұрды. Бұл иісті Ерлан тым жақсы білетін. Бұл қымбат әтір мен арақтың иісі араласқан өлімнің иісі еді. Ерлан есікті ашып қалды. Дәлізде телефон жерде жатыр. Сымдары үзілген. Ол қонақ бөлмеге кірді. Үй ішіндегі тыныштық құлақ тұндырады. Еденде сынған ыдыстар, шетелдік темекінің тұқылдары және жыртылған анатомия оқулықтары шашылып жатыр. Ол қарындасының жатын бөлмесіне қарай бір қадам жасады. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Оның 10 жыл бойы қорғаған әлемі, сенімі, үміті күл талқан болып, сұр топыраққа айналды. Айгерім кереуетте жатыр еді. Қолдары кереуеттің басына нейлон шұлықпен байланған. Ол небәрі 20-да еді, бірақ қазір сынған, лақтырылған қуыршаққа ұқсайды. Үстіндегі ақ көйлегі жыртылған, денесі көк ала қойдай болған. Жүзі адам танымастай өзгерген. Бірақ ем қорқыныштысы оның көздері еді. Төбеге қадалып ашық қалған шымдай көздерінде мәңгілік айқай мен қорқыныш қатып қалғандай. Ал оның қарнына қызыл далаппен қисық етіп бір ғана сөз жазылыпты. Төлем. Ерлан айқайлаған жоқ. Оның тынысы тарылып, өкпесін біреу тесіп жібергендей болды. Ол тізерлеп отыра кетті. Үстіндегі әскери кителін шешіп, қарындасының денесін жапты. Оны жылытқысы келді, қорғағысы келді. Бірақ Айгерім мұздай суық еді. Кім? Деп сыбырлады ол бос кеңістікке. Жауап 1 сағаттан кейін келді. Пәтер іші сұр форма киген адамдарға толды. Прокуратураның тергеушісі,
Беті ісіңкіреген тәкаппар майор мәйітті мұқият қарауға да құлықсыз болды. Ол шашылып жатқан киімдерді жиіркенішпен аттап өтіп, Мальборо темекісін тұтатты да, түтінін тікелей мәйітке қарай өрледі. Ал ауғандық, не болды? Деді ол еріне сөйлеп, Ерланға бұлдыр көздерімен қарап. Жағдай түсінікті ғой. Қарындасың мұнда жезөкшелер үйін ашқан ба? Жас қыз, қаны қайнаттыр. Жігіттерді шақырған, ішкен жеген, соңында келіспей қалған. Мас болған соң осындай болады. Өзі кінәлі. Үйге бөтен еркектерді кіргізбеу керек еді. Қыздың жолы жіңішке дегенді білмеуші ме еді? Ерлан орнынан баяу көтерілді. Оның жұдырығы қатты түйілгені соншалық, тырнақтары алақанын тесіп, қан шығарды. Ол ішіндік ішпейтін, деді ол ақырын ғана. Даусы мылтықтың шүріппесі тартылғандай шықты. Ол медициналық институтта оқитын. Ол адал қыз, қалыңдық болатын. Мұны істегендер адам емес, хайуандар. Оларды табыңдар. Майор мырс етіп күлді де, кемексінің күлін еденге қақты. Кімді іздейміз, капитан? Даладағы желді ме? Көршілер қара түсті Мерседеспен 4 жігітті көрген. Сен мұндай көлікпен кімнің балалар жүретін білесің бе? Маған айлық төлейтіндердің балалары жүреді. Сондықтан менің кеңесімді тыңда. Арыз жазба. Ешкімге кінә артпаймын деп қол қой. Қарындасыңды жерле де, өзіңнің ауғаныңа қайта кет. Бұл жер саған соғыс емес. Бұл жерде көкесі орталық комитетте отырғандардың заңы жүреді. Істі қылмыс құрамы жоқ деп жабамыз. Сексуалдық ойындар кезіндегі жазатайым оқиға деп тіркейміз. Бөлмеші тынық қалды. Ерлан майордың көзіне тіке қарады. Ол енді жылаған жоқ. Оның жүрегіндегі соңғы мейірім сәулесі өшіп, орнын қара түнек кек басты. Заң жоқ жерде сот өзі болмақ. Жақсы, деді Ерлан. Мен кеттім. Бірақ ол ауғағанға емес, аңшылыққа кеткен еді. Қанда аңшылық енді басталды. Сау бол. Майор Айгерінің денесінің жанына темекі тұқылын лақтырды да, бұрылып шығып кетті. Ерлан бөлмеде жалғыз қалды. Дәл сол сәтте, оның ішіндегі кеңес әскерінің капитаны Ерлан Болатұлы өлді. Әскери және саяси дайындықтың үздігі өлді. Аяулы аға, әрі мейірімді адам өлді. Қаңырап бос қалған, арамдалған пәтерде мүлде басқа біреу дүниеге келді. Ежелгі, қорқынышты, ешкімді аямайтын біреу. Ол үстелге жақындап, Айгерінің бірінші курста күліп түскен суретін қолын алды. Оның жанына өзінің қызыл жұлдыз орденін қойды. Содан кейін жолқабынан ұзын, жыртқыштың тісіндей өткір десанттық кездігін суырды. Болат жүзі қараңғыда суық жылтырады. Жазатайым оқиға дейсіңдер ме? Деп сыбырлады ол. Сендер ойын ойнағыларың келді ме? Мен сендермен ойнаймын. Бірақ ережені мен жазамын. Ол есікті жаппастан пәтерден шығып кетті. Енді оның есікті құлыптайтын себебі де жоқ еді. Оның үйі қалмаған болатын. Онда тек бір ғана мақсат қалды. 4 адам, 4 мәйіт. Олар әлі дем алып, шарап ішіп күліп отыр. Бірақ өз уақыттарының біткенін білмейді. Аңшы жолға шықты. 1989 жылғы Алматы ұйықтамаған еді. Күндіз бұл қантқа кезекке тұратын және митингіге толы қала болса, түнде нағыз орманға айналатын. Мұнда жыртқыштар аңға шығатын, ал әлсіздер індеріне тығылатын. Ерлан Болатұлы орден таққан мерекелік кителін шешіп, әкесінің ескі былғары күртешесін киді. Жеңнің ішінде олжаға түскен кездік терісін мұздатып тұрды. Ал жүрегінде өртенген шөл дала қалды. Оның қолында бір ғана дерек бар еді. Қара түсті Мерседес. 80-ші жылдардың соңында бұл жай ғана көлік емес, биліктің белгісі болатын. Мұндай көлікпен не дипломаттар, не қарақшылар, немесе ел басқарғандардың балалары жүретін. Ерлан орталық қонақ үй жаққа бет алды. Ол жерде жеңіл жүрісті қыздар мен тіндіреткен такси жүргізушілер тұратын. Қаланың ішкі өмірін білетіндер солар еді. Оттық табыла ма деп сұрады ол бір топ жүргізушіден. Аулақ жүр, солдат. Бұл жерде қайыр сұрамайды, деп түкірді кепка киген дәу жігіт. Ерлан қысқа ғана қимыл жасады. 1 секундтан кейін әлгі таксист көліктің капотында жатты. Ал кездіктің жүзі оның кеңірдегіне тақалып тұрды. Қалғандары қатып қалды. Ерланның көзінен
Олар өздері қатты қорқатын нәрсені көрді. Ол түрмеден немесе өлімнен қорықпау еді. Қара түсті Мерседес, деп сыбырлады Ерлан. 4 байдың баласы. Ешкімді менсінбейді. Қыздарды қорлайды. Олар кімдер? Олар аңдар, деп қорылдады таксист. Шенеуніктердің балалары. Мен аттарын білмеймін. Лақап аттарын білемін. Бұқа, төре, әртіс және көзілдірік таққан біреу бар. Өзін ақылды санайды. Жіберші, бауырым. Ерлан кездігін алып тастады. Таксист дірілдеп тұрып сөзін жалғады. Қазақстан қонақ үйі жақта жүрген сәуледен сұра. Олар оны жарты жыл бұрын алып кеткен. Өлдім талдым дегенде зорға қытылды. Ерлан оны қонақ үйдің артқы жағынан тапты. Сәуленің жасы 18 деді. Бірақ түрі 30-дағы әйелге ұқсайтын. Жүзі солған, арзан бояудың астында көгерген жерлері бар. Ерлан Мерседес туралы сұрағанда, ол қыңсылап, басын қолмен жауып, қабырғаға сүйеніп отыра кетті. Керек емес, олар жын шайтандар, деп сыбырлады ол. Ерлан оның жанына отырып, әскерден әкелген шоколадын ұсынды. Айгерімге арнап әкелген шоколад еді бұл. Жеп ал, сосын айтып бер. Олар менің қарындасымды өлтірді. Сәуле оған үрей толы көздерімен қарады. Сенің қарындасыңды ме? Бейшара қыз. Олар жама келгендерді, таза қыздарды жақсы көреді. Мен олардың қолында болдым. Әлгі дәу, бұқа дегені. Оның айтқан істемегенімде саусақтарымды сындырды. Ол қолын алға созды. Сұқ саусағы мен ортаңғы саусағы қисық болып біткен екен. Оған қыз керек емес, сарбас. Оған біреудің қиналғаны керек. Ол мені қоқыс деп атады. Ал анау бастықтары, көзілдіріктісі. Ол қарап тұрып, дәптеріне бірдеңе жазып отырды. Бақаны сойып жатқан ғалым сияқты. Бұқаны қайдан табуға болады? Ерланның даусы кемірдің сықырлағанындай естілді. Оның шын аты Бағдат. Абай даңғылындағы Атлант клубында күзетші болып істейді. Сол жерде темір көтереді. Өзін кыш атасы санайды. Оның әкесі милицияда үлкен бастық. Оған барма, ол сені өлтіреді. Ол тағаны қолмен еді. Ерлан қыздың қолына әскерден жинап келген барлық ақшасын ұстатты. Бұл қаладан кет, Сәуле. Жақында бұл жер қатты ыситын болады. Ол орнынан тұрып, қаланың орталығына қарай қарады. Енді оның көздейтін нысанасы бар еді. Бағдат. Лақап аты Бұқа. Бұл топтың қара күші осы еді. Қалғандары қыздарды қорлап мазақ еткенде, құрбандарын қашырмай ұстап тұратында осы Бағдат. Саусақтарды ермек үшін сындыратында осы. Ерлан қалтасындағы кездіктің сабын қысты. Ауған соғысы оны бір ережеге үйреткен еді. Жаудың базасын жою үшін алдымен қарауылды алып тастау керек. Ал Бұқа осы топтың қарауылы болатын. Егер олардың күшін сындырса, қалғандары қорқа бастайды. Таңның атуына әлі 3 сағат бар еді. Аңшы ізге түсті. Алғашқы қан бүгін төгіледі. Атлант клубының жертөлесіндегі жаттығу залынан тот басқан кемір мен еркектің ащы тер иісі шығып тұрды. Айна мен суық темір патшалығында Бағдат Бұқа өзін құдай сезінетін. Милиция генералының ұлы. Салмағы 120 келі тартатын, бұлшық егеттен жаралған дәу жігіт. Ол орындықта жатып, салмағы 1,5 центнер, яғни 150 келілік зілтемірді көтеріп жатты. Жоғары төмен, жоғары төмен. Төбедегі айнадан өзінің денесіне қарап сүйсінді. Оған күшті болу ұнайтын. Оған басқалардың өзінен қорыққаны ұнайтын. Ол кешегі Сәуле есімді қыздың саусақтарының сықырлаған даусын есіне алып жымиды. Біреудің ауырсынуы оның сүйікті есірткісі еді. Есік сықырлап ашылды. Бағдат зілтемірді орнына гүрс еткізіп қойып, орнынан тұрды. Есік алдында қара бөрікпен ескі былғары күртеше киген, бойы аласалау жігіт тұр еді. Дәу тренажерлардың жанында ол жасөспірім сияқты көрінді. Жабық, деді Бұқа, еріне сөйлеп, бетін сүлгімен сүртіп жатып. Жоғал әрі, омыртқаңды үзіп жібермей тұрғанда. Жігіт кетпеді. Ол өзінің артынан ауыр темір есікті жауып, ысырмасын бекітті. Құлыптың сырт еткен дыбысы бос залда тапанша атылғанда естілді. Мен қарызды қайтаруға келдім, Бағдат, деді Ерлан ақырын ғана. Айгерім үшін.
бұқа қабағын түйді. Ол кешегі қуыршақтың есімін әрең есіне түсірді. Содан кейін оның жүзінде мысқыл күлкі пайда болды. Ағатай келген екен ғой. Сол баяғы батыр ауғандық па? Ал, кір. Қарындасын тым нәзік екен. Кес сынық қалды. Сен мықтылау шығарсын деп үміттенемін. Бағдат орнынан тұрды. Ол шынымен де алып еді. Ол Ерланға қарай аюдай қорбаңдап, құшағын жая ұмтылды. Ол мына тұрған кішкентай солдатты жай ғана мыжып тастайым деп ойлады. Әкеңе келші, деп ақырды ол. Бағдат Ерланды тамағынан алмақ болып алға ұмтылды. Бұл оның үлкен қателік еді. Ол мас болған байдың балаларымен немесе қорыққан қыздармен төбелесуге үйренген. Ол өзіне қарсы адам емес, жоюға бағдарланған жауынгерлік машина тұрғанын білмеді. Ерлан оның соққысын тойтарған жоқ. Ол бұққанын дәу қолының астынан күлеріңке сияқты сырғып өте шықты. Аяқпен тізе тобығына жасалған қысқа әрі жойқын соққы. Қураған бұтақ сынғандай жиіркенішті дыбыс шықты. 16 мамыр. Мен қорқамын. Мен оларды кіреберістен көрдім. Олар тұрды да менің кереземе қарады. Әлгі дәуі бұқа дегені маған қолмен тамағын ұрып көрсететін белгі жасады. Милицияға хабарласқым келді, бірақ топтағы Сәуле айтты. Арманның әкесі қаладағы барлық базарды ұстайды екен. Ал Бағдаттың әкесі генерал дейді. Ешкім көмектеспейді. Аға, қайдасын? Кездетіп келші. Көзімді жұмуға қорқамын. Ерлан күнделікті жапты. Енді ол екінші адамның атын білді. Арман. Бұл топтың әмияны. Ол өмір мен өлімді доллармен сатып алуға болады деп сенетін. Айгерім оның лас ақшасынан бас тартқаны үшін ол қызға аңшылық жариялаған еді. Ерлан күнделіктің қалтасынан бүктелген қағазды тауып алды. Журналдан жыртып алынған бет екен. Онда алтын жастар туралы мақала және әлдебір банкеттен түсірілген сурет бар. Суреттің алдыңғы жағында қолында шампан бокалы бар. Қымбат костюм киген жылтыраған жігіт тұр. Астындағы жазуда Арман Русақов, сауда министрі орынбасарының ұлы. Жаңа ашылған империя мейрамханасында деп жазылған. Ерлан суретке қарады. Арманның жүзінен өзіне деген шексіз сенімділік пен тәкаппарлық көрініп тұр. Ол өзін өмірдің қожайыны сезінеді. Сен сатып алғанды жақсы көресің бе, Арман? Деп сұрады Ерлан, суреттегі бейнеден ақырын ғана. Сен оның алдында жорғалағанын қаладың ба? Ол орнынан тұрды. Бойындағы ауырсыну басылды. Оның орнын тек суық, есеппен жасалатын кек алу сезімі басты. Айгерінің күнделігі олар үшін өлім үкіміне айналды. Бүгін сен сатылмайтын құндылықтар бар екенін түсінесің, және ақшамен емес, қанмен төленетін қарыздар болатынын білесің. Ерлан қиындыны қалтасына салды. Келесі аялдама империя мейрамханасы. Империя мейрамханасы Ашқұрсақ Алматының ортасындағы жұма қаралшығы сияқты еді. Мұнда қантқа берілетін талон туралы ешкім білмейтін. Мұнда уылдырық шелектеп берілетін, шампан судай ағатын, ал ауасы қымбат сигара мен жеміл жүрісті қыздардың әтіріне толы болатын. Арман Русақов топтың әмияны, қызыл барқытпен қапталған жеке бөлмеде отырды. Ол тойлап жатқан еді. Өмірін, жастық шағын және әкесінің шетелге түсті металл сату жөніндегі сәтті келісімін жуып жатқан. Оның айналасында сән қой қыздар, модельдер жүр. Оның әр сөзін аузынан жырып әкетіп жатыр. Арман биліктен мас болған еді. Ол қалтасынан бума-бума иіс аңқыған ірі рубльдерді шығарып, үстелге шаша салды. Қыдырыңдар, сұлулар, деп айқайлады ол, қолындағы алтын сағатын жарқылдатып. Бүгін мен бәрін сатып аламын. Бөлменің есігі дыбыссыз ашылды. Арман басында бұрған жоқ. Даяршы тағы да коньяк әкелді деп ойлады. Ей, даяршы, деп ақырды ол. Менің тапсырысым қайда? Мен 5 минут болды күтіп отырмын. Тапсырыс болмайды, деген сабырлы дауыс естілді. Есеп айырысатын уақыт келді. Арман артына бұрылды. Есік алдында даяршы емес, мүлде басқа адам тұр еді. Қара күртеше киген, көзінде қара түнек орнаған жігіт. Ерлан ішке кіріп, есікті кілтпен бұрап жауып алды. Қыздар жамандықты сезіп, тынышталды. Жоғалыңдар бұл жерден.
деді Ерлан ақырын ғана. Сендерде 3 секунд уақыт бар. Оған 2 рет қайталаудың қажеті жоқ еді. Модельдер сөмкелерін құшақтап, шыңғырған күйі дәлізге қарай қашты. Ерлан есікті сәл ашып, оларды шығарып жіберді де қайта жапты. Арман жалғыз қалды. Ол бірден қорқа қойған жоқ. Оның миы бәрін ақшамен өлшеп үйренгендіктен жағдайды түсінбей қалды. Ол алдында тұрған жұпыны киінген жігітті көріп, мұны жай ғана қарақшы деп ойлады. Сен кімсің, батырсымақ? Деп мырс етті Арман, диванға шалқалай жатып. Бұл кімнің жер екенін білесің бе? Қазір менің күзетшілерім сені тура тастайды. Саған қанша керек? 1000 ба? 2000 ба? Мә, ал шашал бөл. Ол Ерланға қарай бір бума ақшаны лақтырды. Кеңгілер еденге жасыл кілемдей шашылды. Ерлан ақшаны аттап өтті. Сен түсінбедің, Арман. Мен ақша үшін келген жоқпын. Мен есеп айырысуға келдім. Айгерім есінде ме? Сен ақша ұсынған студент қыз ше? Арманның жүзінен күлкі жоғалды. Ол бозарып кетті. Алдындағы жігіттің бойынан әлгі қыздың бейнесін таныды. Ағасы екенсің ғой, деп қырылдады ол, үстел астынан күзет шақыратын түймені іздеп. Кындаш бауырым, келісейік. Қатерік болды. Біз ішіп қойғанбыз. Ол өзі қарсыласты. Мен төлеймін, көт төлеймін. Көлік қалайсың ба? Пәтер ше? Сандайт, жас. Әр нәрсенің бағасы бар ғой. Ерлан үстелге жақындады. Бір қимылмен ол үстел үстіндегі қымбат ыдыстар мен тамақты сыпырып жерге түсірді. Содан кейін Арманның жағасынан шетелдік қымбат пиджағынан ұстап, оны үстелдің үстіне, тура салаттың үстіне лақтырды. Бағасы дейсің бе? Деп сұрады Ерлан. Сен бәрін сатып алуға болады деп ойлайсың ба? Өмірді ше, намысты ше? Ол Арманның қалтасынан резеңкемен буылған тағы бір қалың ақшаны суырып алды. Сен ақшаны жақсы көресің ғой, Арман. Сен ақшамен өмір сүресің. Сен ақшамен тыныс аласың. Ендеше жес сол ақшаны. Ерлан бірнеше қағаз ақшаны умаждады да, күшпен Арманның аузына тықты. Арман аузындағы ақшаны түкіріп тастамақ болды. Қырылдап, дем ала алмай жатты. Бірақ арнайы жасақ офицерінің болаттай саусақтары оның жағын қарыстырып ұстап алды. Же, деп ақырды Ерлан. Бұл сенің құның. Бұл менің қарындасымның көз жасының өтеуі. Ол жауының кеңірдегіне қағаз ақшаны бірінен соң бірін тыға берді. Арманның құдай санаған ірі көлемдегі ақшасы енді оның аузын буып тұншықтырып бара жатты. Арманның көздері шарасынан шырып кете жаздады. Ол жұлқынып, аяғымен еденді тепкілеп ауа жұтқысы келді. Бірақ ақша оның тыныс жолын бітеп тастаған еді. Сен бүкіл әлемді сатып алдың келді ме? Деп сыбырлады Ерлан, Арманның жүзі көгере бастағанын көріп. Міне, сенің әлемің. Қақалып өл енді. Министр орынбасарының ұлы Арман Русақов қымбат тағамдарға толы үстелдің үстінде аузы ақшаға толып жан тапсырды. Ашкөздіктен болған өлім. Бұл бір ғибратты көрініс еді. Ерлан жансыз денені босатты. Үстел үстінен қымбат коньякты алып, аузындағы қанның дәмін кетіру үшін тікелей бөтелкеден ұрттады да, қалғанын мәйіттің үстіне құйды. Қайтымы керек емес, деді ол. Ол қызметтік есіктен шығып, түнгі қаланың қараңғылығына сіңіп жоқ болды. 1 сағаттан кейін империя мейрамханасының алды жарқылдаған шамдарға толды. Жедел уәкіл майор Садықов Арманның мәйітіне қараттырды. Ол өліктің аузынан шайналған ақшаны суырып алып, жиіркенішпен қолын сүртті. Қап бәлем-ай, деп ысылдады ол. Бұқа ауруханада, ал мынау өлік. Бұл жай ғана төбелес емес, бұл жоспарлы тазалау. Майор рациясын қолын алды. Оның бойындағы жалқау тыныштық жоғалып кетті. Енді ол қорқа бастады. Ол аңшының ізіне түскенін және бұл іздің тым жоғарғы апаратынын түсінді. Құрсау жоспарын жариялаңдар, деп бұйырды ол. Бағыттама беріңдер. Ерлан Болатұлы, арнайы жасақ капитаны. Тірідей немесе өлідей ұстандар. Дұрысы, өлідей. Ол тым көп нәрсені біледі. Аңшыға аңшылық басталды. Алматы үлкен торға айналды. Арманның өлімнен кейін 1 сағат өткенде қала сирена даусынан азан-қазан болды. Милиция көліктері үлкен көшелерді жауып тастады.
Қаладан шығатын жолдарға автомат асынған сақшылар қойылды. Майор Садықов әзілдемеген еді. Жүйе өзінің алтын балаларына төнген қауіпті сезіп, толық тазалау режимін іске қосты. Ерлан аулаларды кесіп өтіп, көлеңке сияқты қабырғаға жабыса жүрді. Ол білетін. Енді оның суреті әрбір бөлімшеде, әрбір патрульдің қолында бар. Ол мемлекеттің нөмірі бірінші жауын айналды. Төле би көшесінің бойындағы қараңғы қуыста ол қақпанға түсіп қала жаздады. Кездейсоқ. Патрульдік УАЗ көлігі қараңғыдан шыға келіп, жарғын тікелей бетіне түсірді. «Тоқта, құжаттарыңды көрсет», деп айқайлады жас сержант тапаншасына жармасып. Ерлан күткен жоқ. Ол қоқыс жәшіктерінің артына қарай секірді. Мылтық даусы гүрс етті. Оқ оның сол жақ бүйірін күйдіріп өтті. Денесіне қызған өтік басқандай болды. Ерлан оқпен емес, жерден алған кірпішпен жауап берді. Дәл киген соққы сержантты сұлатып түсірді. Ерлан дуалдан секіріп өтті. Лас қардың үстіне қан тамшыларын қалдырып бара жатты. Оған паналайтын жер керек еді. Және дәрігер керек. Бірақ ауруханаға бару берілу деген сөз. Онда тек бір ғана жол қалды. Серік. Лақабаты Жарықшақ. Кезінде онымен бірге Қандағарда иық тіресе соғысқан прапорщик. Қазір Серік шаңырақ жақтағы гараждарда жартылай заңсыз көлік жөндейтін жер ұстайтын. Өз адамы ауғандық. Олар кезінде бір нанды бөлісіп, бір сауыттан су ішкен еді. Ерлан гараждарға түнгі сағат 3-те әрең жетті. Аяғын зорға басып келеді. Қан жемпіріне сіңіп, бәтеңкесінің ішіне дейін ағып кеткен. Ол темір қақпаны шартты белгімен қақты. 3 қысқа, 2 ұзын соққы. Есік сәл ашылды. Табалдырықта май сіңген комбинезон киген, қартайып толысып кеткен Серік тұрды. Ерлан, оның көздері бақырайып кетті. Сен бе? Түге, теледидардан айтты. Сен маньяксың ба? Сені бүкіл қала іздеп жатыр ғой. Кіргізші, Серік, мен жаралымын, деп қырылдады Ерлан. Серік жан жағына жалтақтап, оны ішке сүйреп кіргізді. Гараж іші бензин мен арзан темекі сасып тұр еді. Ерлан ескі дөңгелектердің үстіне сұлап түсті. Спирт пен ине жіп бер, кезірек. Серік дәрі-дәрмек қорабын іздеп әбігерге түсті. Бірақ оның қолдары қатты дірілдеп жатты. Ол Ерланның көзіне тура қараудан қашты. Ерлан, сен не бүлдірдің? Деп күңкілдеді ол, шынларды сылдырлатып. Бұл дұшпандар емес қой, бұл билік, сені жұлып жейді. Егер білік қойса, сенмен қоса мені де құртады. Егер сен сатып кетпесең білмейді. Ерлан досына қадала қарады. Серік жанарын тайдырып әкетті. Мен қазір су әкелейін. Ол есікке қарай тұра жүгірді. Тым жылдам, тым қобалжулы. Ерлан сырттан темір сырманың сылдырлап жабылғанын естіді. Есік құлыпталды. Арада 1 секунд өтпей, жатып көше жақтан дауыс зорайтқышпен айғайлаған дауыс естілді. Ерлан, сен қоршаудасың. Қолыңды көтеріп сатқа шық, сатқындық. Бұл сөз жүрекке оқтан да қатты тиді. Оның сонша жыл сенген, от пен судан бірге өткен бауырластығы жай ғана аңыз болып шықты. Бұл жаңа әлемде әркім өз басын ғана қорғайды екен. Серік өзінің гараж бизнесінің тыныштығы үшін досын сатып жіберді. Ит, деді Ерлан тістеніп. Оның ойлануға уақыты жоқ еді. Гараж бұл тұзақ. Қазір газ жібереді, немесе шабуыл бастайды. Ол жан жағына қарады. Бұрышта шұңқырдың үстінде ескі Волга тұр екен. Ал шұңқырдың түбінде кәріз құдығының қақпағы бар. Тәжірибелі прапорщик қашанда қосалқы шығатын жолды дайындап қоятын. Ерлан жарасының ауырғанына қарамастан көліктің астындағы шұңқырға сырғып түсті. Төбеде қақпаны сындырып жатқан гүрсіл естілді. Сындырыңдар, деп айғайлады майор Садықовтың даусы. Ерлан құдықтың ауыр шойын қақпағын зорға жылжытты. Мұрнына кәріз суы мен ылғалдың сасық иісі ұрды. Арнайы жасақ гаражға басып кірген сәтте ол қараңғы тесікке сүңгіп үлгерді. Ол жер астымен, лас судың ішімен 1 шақырымдай еңбектеді. Сасық су тізеден келеді. Егеу құйрықтар оның қадамынан үркіп қашып жатыр. Ол жер бетіне Алматы 2 теміржол вокзалы маңындағы
жолдардың арасынан шықты. Жылу құбырларының артындағы қураған биік шөптің арасына құлатады. Әл дәрмені қалмады. Жарақаты от болып жанып барады. Оқ қабырғасын жанай өтіріп, етін жұлық кеткен екен. Бірақ қан тоқтар емес. Ерлан қалтасынан оттығын және кездігін шығарды. Ал капитан, деп сыбырлады ол, дірілдеген жалынға қарап. Ота жасайтын бөлме дайын. Ол пышақтың жүзін қызарғанша қыздырды. Ауырғаннан тілін тістеп алмау үшін былғары белдігін аузына салып қыстырды. Сосын қып-қызыл болатты жарасына басты. Ауаға күйген еттің иісі тарады. Оның өз етінің иісі. Ауырғаны соншалық көзі қарауытып кетті. Ол айғайлаған жоқ. Ол жаралы қасқырдай ырылдады. Денесі садақтай иіліп кетті. Есін жиған кезде жыртылған жейдесімен бүйірін таңып тастады. Ол лас жерде Алматының сұр аспанына қарап жатты. Тінтуде жүрген, жаралы. Досы сатып кеткен. Бүкіл әлем оған қарсы. Онда тізімнен басқа ештеңе қалмаған еді. Екеуі өлді, екеуі тірі. Сендер мені өлет деп ойлайсыңдар ма? Деп сыбырлады ол аспанға қарап. Жоқ, мен енді ғана ашуландым. Ол теңселіп орнынан тұрды. Келесі нысана. Әртіс. Ғалым Сәдуақасов. Әйгерімнің қиналып жатқанын эстетикалық ләззат алу үшін бейне камераға түсірген адам. Сұлу жігіт, халықтың сүйіктісі. Мен саған келе жатырмын, ғалым, деді Ерлан. Мен сенің бет-бейнеңді сыпырып аламын. Ғалым Сәдуақасов. Лақап аты әртіс. Ол пәтерде емес, өзіне арналған ғибадатханада тұратын. Ленин даңғылындағы элиталық үйде орналасқан 2 қабатты пәтер айнадан жасалған лабиринт еді. КСРО халық әртісінің ұлы, алтын жастардың серкесі. Қазір ол үлкен айнаның алдында тұрып, мұрнына ақ ұнтақ тартып жатқан. Оның бет әлпеті, оның діні еді. Мінсіз тері, әдемі ауыз, періштенің көздері. Ол кешке дайындалып жатты. Бірақ бұл кештің тозақта өтетінін білмеді. Ғалым қонақтың кіргенін естімеді. Төмендегі күзетшілер оның тауар тасушыларын танитын, сондықтан өз адамдарын хабарласусыз жібере беретін. Кеш қалдың, Мұрат, деді ол еркелей сөйлеп, айнадағы бейнесіне сүйсініп. Тауар таза ма? Бұдан таза болмайды, деген қырылдаған дауыс естілді. Дауыстан қан мен күйіктің иісі шығып тұрғандай еді. Әртіс кілт бұрылды. Алдында тұрған тауар тасушы емес еді. Оның алдында лас камуфляж киген ажалдың өзі тұрғандай болды. Ерлан Болатұлы. Сен... Ғалым шегініп кетті. Үстел үстіндегі әтір құтыларын құлатып алды. Сен әлгі жында ағассың ғой. Пышақты алып таста. Сен менің кім екенімді білесің бе? Мен осы ұрпақтың бет бейнесімін. Маған тиісуге болмайды. Ерлан бір қадам алға басты. Қан жоғалтқандықтан теңселіп тұрса да, қолын нық еді. Бетбейне, деп қайталады ол. Сен бетбейне емессің, ғалым. Сен жай ғана маскасың. Сен қарап тұрғанды жақсы көретін едің ғой. Менің қарындасымды сындырғанда, соны таспаға түсіргенді ұнататын едің. Ерлан сөреге қарады. Онда бейне таспалар тізіліп тұр екен. Сыртында қыздардың аттары жазылған. Сәуле, Мәдина, Әлия. Және бөлек жатқан жаңа таспа. Студент қыз. Бұл өнер ме? Деп шыңғырды ғалым, айналы қабырғаға жабысып. Мен суретшімін. Мен эмоцияны таспаға түсіремін. Ауырсыну ең шынайы сезім. Мен оған тиіскен жоқпын. Мен тек таспаға түсірдім. Мен бақылаушымын. Ерлан бірақ сәтте арақашықтықты қысқартты. Ол ұрпақтың бет бейнесін жібектей жұмсақ шашынан ұстап алып, бар күшімен айнаға ұрды. Сынған әйнектің сыңғыры мен адамның жан дауысы араласып кетті. Айна сынықтары жан жаққа шашырады. Ғалым бетін қолмен жауып, еденге құлады. Саусақтарының арасынан қан саулап ағып жатты. Ерлан еңкейіп, айнаның ұзын өткір сынығын қолына алды. Сен эмоцияны қаладың ба? Деп сыбырлады ол. Сен өнерді қаладың ба? Қазір мен саған жаңа рөл сызып беремін. Қобыжықтың рөлін. Ол ғалымның қолын екі жаққа қарай күшпен ашып, тізесімен кеудесін басып тұрды. Күлімсіре, деді Ерлан.
Сен халықтың сүйіктісісің ғой. Қане, кеңірек күл. Ол бір ғана өткір қимылмен ғалымның езуін құлағына дейін тіліп түсті. Сосын екінші жағын. Мәңгілікке қалатын қорқынышты, қанды жымиыс. Ғалым өз айғайына өзі тұншығып жатты. Оның сұлулығы, мансабы, өмірі небәрі 10 секундта жоқ болды. Енді ол адамдарға тек үрей сыйлайтын болады. Осы бейнеңмен өмір сүр, деді ерлан, қанды қолын пердеге сыртып жатып. Күн сайын айнаға қарағанда Айгерімді есіңе ал. Ол бейне магнитофонға жақындады. Дірілдеген саусақтарымен студент қыз деген жазуы бар таспаны салып, қосу түймесін басты. Экран жыпылықтады. Айгерім пайда болды. Тірі, байлаулы тұр, ол жылап тұр, ал кадр сыртында ғалымның дауысы естіледі. Жарықты түзе, қаттырақ айғайласын. Содан кейін кадрға 4-ші адам кірді. Ерлан оның жүзін көрді. Сол баяғы Қайрат. Партия шенеунігінің ұлы. Ол Айгерімге құмарлықпен емес, хирургтың суық қызығушылығымен жақындады. Ал дәрігер қыз, деді ол камераға қарап. Қазір біз анатомия сабағын өткіземіз. Сен адамның жаны қай жерде орналасқанын білесің бе? Біз соны тексереміз. Ерлан стоп түймесін басты. Таспаны суырып алды. Бұл айғақ еді. Бұл үкім еді. Оның ішіндегі соңғы үміт жібі бір жола үзілді. Осы сәтке дейін ол қарындасы үшін кек алып жүрген болса, енді ол жер бетіндегі зұлымдықты жоюға бара жатты. Ғалым еденде өз қанына боялып ұлып жатты. Ерлан оны аттап өтті. Сен өлмейсің, деді ол. Сен құбыжық болып өмір сүресің. Бұл өлімнен де қорқынышты. Ол 2 қабатты пәтерден шықты. Қалтасында таспа бар. Алдыда соңғы нысана тұр еді. Қайрат. Ең ақылдысы, ең қатыгезі. Адам өлтіруді ғылымға айналдырған хайуан. Бұл топтың миы саналатын Қайрат қашқан жоқ. Ол бұқа сияқты жертөлеге тығылмады. Әртіс сияқты байбалам салмады. Ол күтті. Орталық комитет мүшесінің ұлы. Мәскеу мемлекеттік университетінің философия факультетін бітірген Қайрат қала сыртындағы тау бөктеріндегі саяжайда отыр еді. Ол Вагнердің музыкасын тыңдап, коллекциялық виски ішіп отыр. Үстел үстінде жарты сағат бұрын мұрағаттан алдырған капитан Ерлан Болатұлының жеке іс қағазы жатыр. Ол оқып отырып жымиды. Психотипі агрессивті, тәуекелге бейім, ауырсыну шегі төмендетілген, таптырмас экспонат, деп күбірледі ол. Алтын жақтаулы көзілдірігін түзеп. Қайрат Ерланнан қорықпады. Ол оны қарапайым организм, биологиялық кокс деп санады. Оның ойынша, Ерланның қызметі жоғары сана иесіне соңғы рет зияткерлік ләззат сыйлап барып өлу ғана еді. Қайрат сахнаны дайындап қойды. Ол жаралы қасқырдың қан иісіне келетінін білетін. Ерлан саяжайға түс, ауа жетті. Оның өңі шүберектей ағарып кеткен. Қызған пышақпен күйдірілген бүйіріндегі жарасы löпілдеп, әр қимылдаған сайын от болып қарып барады. Ол тым көп қан жоғалтты. Оның ұзақ соғысуға күші жоқ еді. Онда тек кездік және көшедегі патрульден тартып алған Макаров тапаншасы ғана бар. Дуал биік екен, бірақ арнайы жасақ сарбазы үшін бұл кедергі емес. Ерлан қақпа алдындағы күзетшіні дыбыс шығармай, тапаншаның сабымен шекеден ұрып құлатты. Аулаға кірді. Аяқ астында қар сықырлайды. Үй қараңғы түнек болып тұр. Тек 2-ші қабаттағы кабинеттің терезесінен жарық түсіп тұр. Шақыру. Ерлан мұның тұзақ екенін білді. Күйсігі кірме деп айғайлап тұрды. Бірақ шегінетін жол жоқ. Артында милиция, алдында ажал. Алдыда қарындасының қан шері тұр. Бұл кері қайтпайтын жол еді. Ерлан есіктен кірді. Есік құлыпталмаған екен. Холда музыка ойнап тұр. Вагнердің валькириялардың ұшуы. Ерлан мырс етті. Даңғойлық. Олардың бәрі осындай сән салтанатты, даңғойлықты жақсы көреді. Ол еменнен жасалған баспалдақпен жоғары көтерілді. Бір қадам, тағы бір қадам. Кабинеттің есігі айқара ашық тұр. Қайрат креслода, кіреберіске қарай бұрылып отыр. Қолында бокал. Тізесінде жұмсақ жамылғы. Сіз кешігіп жатырсыз, капитан, деді ол сабырлы дауыспен, шарабынан бір ұрттап. Мен сізді сағат 3-те күткен едім.
Кептеліспе? Ерлан тапаншасын көтеріп, тура оның маңдайына кезенді. Орныңнан тұр, қолыңды желкеңе қой. Неткен жалықтырарлық нәрсе, деп күрсінді Қайрат. Сіз менің 3 досымды өлтірдіңіз. Сіз менің құрған әлемімді бұздыңыз. Енді мен сізге өзімді жай ғана атып тастауға мүмкіндік береді деп ойлайсыз ба? Сіздер, солдаттар, тым қарапайым ойлайсыздар. Мен сөйлесуге келген жоқпын. Ерлан шүріппені басты. Шық еткен дыбыс. Атылмады. Ерлан затворды қайта тартты. Оқ атылып шықты. Оқпанға жаңасы түсті. Ату. Тағы да құрғақ дыбыс. Инесі егеліп тасталған. Дед түсіндірді Қайрат жұмсақ дауыспен. Мен сіздің әлгі сержанттың тапаншасын алып келетініңізді білдім. Менің адамдарым сізді қақпадан кірген сәттен бастап аңдып жүр. Сіз лабиринттегі тышқансыз, Ерлан. Мен ірімшікті қай жерге қойсам, сіз сол жерге жүгіресіз. Ерлан түкке жарамайтын қаруды лақтырып жіберіп, кездігін суырды. Ол алға ұмтылды. Осы сәтте ол мына иттің кеңірдегін тісімен жұлып алуға дайын еді. Бірақ ол 2 адымда жасай алмады. Кабинеттің қараңғы бұрыштарынан, перделердің көлеңкесінен адамдар шықты. Күзетшілер емес, кәсіби мамандар. Қара камуфляж киген, ешқандай белгісі жоқ 4 жауынгер. Партия элитасының жеке гвардиясы. Намысын ақшаға сатқан бұрынғы арнайы жасақ офицерлері. Желке тұстан тиген мылтық дімі Ерланды аяғынан шалт түсірді. Ол құлап бара жатып, ең жақын тұрған жаудың сіңірін кесіп жіберуге тырысты. Бірақ ол жаралы әрі әлсіз еді. 4-тің жаттыққан жауынгермен қансырап, өлім аузында жатқан бір адам. Бұл төбелес емес еді. Бұл жай ғана соққының астына алу болатын. Оның қолындағы кездікті аяқпен теуіп ұшырып жіберді. Қолын қайырды. Ерлан қырылдап, босап шығуға ұмтылды. Бірақ оның бетін қымбат парсы кілеміне басып тастады. Абайлаңдар. Қайраттың даусы жалыққан адамда естілді. Басын зақымдап алмаңдар. Оның миы маған анық күйінде керек. Ерланды көтеріп алып, ауыр емен креслоға лақтырды. Қол аяғын лезде пластик қамыттармен таңып тастады. Ол жұлқынды, бірақ пайдасы жоқ еді. Оны мықтап бекіткен болатын. Қайрат орнынан тұрып, оған жақындады. Одан қымбат әтірмен жалбыздың иісі шығып тұрды. Ол Ерланның көзіне сирек кездесетін қоңызды зерттеп тұрған энтомолог ғалым сияқты қызығушылықпен қарады. Міне, біз де кездестік, батыр, деп жымиды ол. Сен өзіңді аңшымын деп ойладың ба? Жоқ, Ерлан. Сен ресурссың. Сен маған таспаны өз аяғыңмен алып келдің. Ол Ерланның қалтасын қағып, бейне таспаны алып шықты. Тамаша. Айғақтар жойылды. Ал енді біз ойын ойнаймыз. Қайрат шкафқа жақындап, ішінен былғары сөмкені алып шықты. Ашты. Ішінде хирургтың құралдары жарқ ете қалды. Скальпельдер, қысқыштар, аралар. Сенің қарындасың ұзақ айғайлаған жоқ, деді ол ойлы кейіппен. Латекс қолғабын киіп жатып. Ол есінен тез танып қалды. Іш пыстырарлық жағдай. Арнайы барлау басқармасының офицері шыдамдырақ болар деп үміттенемін. Мен адамның ерік жігері қай жерде сынатынын түсінгім келеді. Ол Ерланға тақалып келді де, скальпельді оның көзінің тұсына ұстады. Менің әлеміме қош келдің, капитан. Бұл жерде құдай жоқ. Бұл жерде тек мен ғана бармын. Ерлан өткір жүзге қарады. Ол жеңілді. Ол шығатын жолы жоқ қақпанға түсті. Кабинеттен қанның емес, лаванда мен қымбат коньяктың иісі шығып тұрды. Динамиктен Вагнердің әуені төгіліп тұр. Музыка шарықтап, бөлмені салтанатты әрі ауыр қайғыға толтырды. Бұл әуен бөлме ортасында болып жатқан сұмдықпен мүлде қабыспайтын еді. Ерлан креслода отыр. Пластик қамыттардың қатты қысқаны сонша, қолдары көгере бастады. Оның беті бозарып, маңдайынан суық тер шықты. Бірақ көздері құрғақ еді. Ол жыламайды. Әл емес. Ерлан Қайратқа жендеттің алдындағы құрбандық сияқты қараған жоқ. Ол нысанаға оптикалық көздеуіш арқылы қарайтын мерген сияқты, суық әрі сабырлы кейіппен қарады. Қайрат болса, бұл сәттен ләззат алып тұр еді. Ол пиджағын шешіп, аппақ жейдемен қалды. Скальпельді спирт сіңірілген майлықпен асықпай сүртті. Ерлан, сендердің проблемаларын неде екенін білесің бе? Деп сұрады ол жұмсақ дауыспен. Жүзді жарыққа тосып тексеріп жатып.
Сендер, қарапайым халық, әділдікке сенесіңдер. Сендер әлем жақсылар мен жамандарға бөлінеді деп ойлайсыңдар. Неткен ақымақтық. Әлем жыртқыштар мен жентіктерге бөлінеді. Құқығы барлар және азық болатындар болып бөлінеді. Ол Ерланға жақындап, алғашқы тілекті жасады. Абайлап тереңдетпей, бүйірдегі жана жараның үстінен тіліп түсті. Ерлан селк етті, тісін шықырлатты, бірақ дыбыс шығарған жоқ. Сенің қарындасың жемтік болды, деп сөзін жалғады Қайрат. Қызыл қанның қабырғадан төмен ағып бара жатқанын қызықтап. Сүйкімді, жас, бірақ пайдасыз. Біз оны мақсатымызға сай қолдандық. Біз элитамыз. Біз ұлттың қаймағымыз. Бізге ынталандыру, эмоция, адреналин керек. Ал сендер ше? Сендер бізге отын болғандарың үшін бақытты болуларың керек. Қайрат тағы бір тілекті тереңірек жасады. Ауырсыну Ерланның денесін электр тоғы соққандай дірілдетіп жіберді. Бірақ соғыс жылдарында шымдалған оның санасы қорғаныс механизмін іске қосты. Диссоциация. Ол өз денесінен шығып кетіп, төбеде қалықтап, азаптауды сырттан бақылап тұрғандай күй кешті. Бұл маған ауырып жатқан жоқ. Бұл креслода отырған қабыққа ғана ауырып жатыр. Неге үндемейсің? Қайрат қабағын тиді. Бұл тыныштық оның жүйкесіне тие бастады. Айгерім айғайлаған, бұқа өкірген. Ал мынау тас мүсін сияқты отыр. Саған ауырмай ма? Әлде үнсіздігің бірдеңені өзгертеді деп ойлайсың ба? Ерлан басын көтерді. Оның көзіндегі түпсіз қашара тұңғиықты көріп, Қайрат бір сәтке шегініп кетті. Мен үндемеймін, өйткені өлілер сөйлемейді, деп қырылдады Ерлан. Сен өлікті кескілеп жатырсың, Қайрат. Мен осыдан 3 күн бұрын сол пәтерге кірген сәтте өліп қалғанмын. Қайрат күліп жіберді. Қысқа, жүйкесі жұқарған күлкі. Философия соғып отырсың ба? Мақтауға тұрарлық. Бірақ физиология философиядан күштірек. Қазір біз сенің шегіңді тексереміз. Ол үстелге барып, мөлдір сұйықтық толы шприцті алды. Бұл адреналин мен амфетамин қоспасы. Лазерлік коктейль. Бұл саған есіңнен тануға мүмкіндік бермейді. Ол барлық сезімдеріңді өткірлейді. Қабырғада жорғалап бара жатқан шыбынды да сезетін боласың. Пышақтың әрбір тигені тоқ соққандай болады. Мен сенің көз жасынды көргім келеді, капитан. Мен сенің ауғандық болатынның қалай сынатынын көргім келеді. Қайрат күзетшілерге бұрылды. 4 жауынгер қабырға жақта іштері пысып тұрған еді. Шығындар, деді ол. Есіктің алдында күтіңдер. Мен қонақпен оңаша сөйлескім келеді. Бұл оның бірінші қателігі еді. Орны толмас қателік. Күзет бастығы Қайратқа қарсы шықпақ болды. Ол арнайы жасақ сарбазы ғой, бұл қауіпті. Жоғал әрі, деп ақырды Қайрат. Ол байлаулы отыр. Ол жартылай өлік. Сендер менің бұйрығымды талқылайсыңдар ма? Күзетшілер шығып кетті. Құлықтың тілі сырт етті. Бөлмеде екеуі ғана қалды. Скальпель ұстаған садист және адреналин егілген құрбан. Қайрат зиялыларға тән классикалық қателік жасады. Ол материяның рухтан үстем екеніне қатты сенді. Ол пластик кісендер мен жаралар адамды дәрменсіз етеді деп ойлады. Бірақ ол ауған синдромы факторын ескермеді. Ерлан препараттың қанына тарағанын сезді. Жүрегі темір ұстасының балғасындай қабырғасын соққылады. Қаны қайнап шыға келді. Қайрат күткендей қорқынышпен аурудың орнына химия Ерланға соңғы сағаттарда жетіспей тұрған нәрсені берді. Жарылуға дайын тұрған адам нанғысыз энергия. Оның қарашығы кенейді. Бұлшық еттері тастай болып қатайды. Ауырсыну жоғалып, оның орнын шексіз ашу-ыза мұхиты басты. Қайрат тым жақын келді. Ол Ерланның бетіне еңкейіп, скальпельді көзіне тақады. Ал батыр, деп сыбырлады ол, жалбыз иісін үрлеп. Қане көрейікші, сенің қорқынышыңның түсі қандай екен? Ол тым жақын тұрды, тым сенімді болды. Ол бұрышқа тақалған аңның құтылу үшін өз аяғын кеміріп тастауға дайын екенін ұмытып кетті. Немесе бұл жағдайда өз бас бармағын сындыруға дайын екенін білмеді. Ерлан терең дем алды. Химия миына шапты. Уақыт баяулап кеткендей болды. Ол Қайраттың мойнындағы
löпілдеп тұрған тамырды көрді. Ол сағаттың тықылдағанын естіді. Ол буындарды ұстаттырған сіңірлердің үзілгеніне қарамастан, адам төзгісіз күшпен қолын кісеннен суыра бастағанда, өз бас бармақтарының сүйегі сықырлап сынғанын сезді. Қайрат оның көзіндегі отты көрді. Бұл жалыныш емес еді. Бұл жеңіс оты болатын. Бірақ бәрі кеш болған еді. Өз сүйектерінің сықырлаған даусы Ерлан үшін әуенде естілді. Бас бармақтарын буынынан шығарып, қайырып жатқанда, қолдары отқа күйгендей ауырды. Бірақ қанында тулап жатқан лазер коктейлі бұл ауруды жанармайға айналдырды. Қанға боялған пластик қамыттар мыжылған қолдардан сырғып түсті. Қайрат көз ілестіре алмады. Ол қолында скальпель бар. Билікке мастанып тұрған сәтте құрбандығы креслодан серіппедей атылып шықты. Ерлан Қайраттың қолын қағып жіберіп, емен үстелге қатты соқты. Сүйек сынған дыбыс естілді. Скальпельдің жүзі лақталған ағашқа кіріп, мидың алақанын тесіп өтіп, оны үстелге жәндік сияқты шегелеп тастады. Қайрат айғайлағысы келіп аузын ашты. Бірақ Ерланның қырмен кеңірдекке жасаған соққысы оның айқайын ысқырған қырылға айналдырды. Сабақ аяқталды, деп сыбырлады Ерлан. Оның қарашығы тапаншаның ұңғысындай қап-қайра болып тұр еді. Есік шалқасынан ашылды. Шуды естіген 4 оққағар жүгіріп кірді. Жүріп бара жатып қаруларын суырды. Бірақ олар кешіккен еді. Ерлан енді адам емес болатын. Қанындағы химия ол үшін уақытты баяулатып тастады. Ол үстелдегі ауыр хрусталь бастырғышты бірінші күзетшіге лақтырды. Самайға тиген соққыдан жауынгер сұлап түсті. Ерлан оқ астынан домалап өтіп, жерге түскен Стечкин тапаншасын іліп әкетті. Тар кабинетте тозақ басталды. Оқ дауысы құлақ тұндырды. Қымбат жиһаздардан жаңқалар ұшты. Екінші күзетші оқты тізесімен мойнына қабылдады. Үшіншісін Ерлан кеудеден тепкен соққымен қарсы алып, қабырғасын сындырды да жақыннан атып құлатты. Төртіншісі бұл қырғынды көріп шегіншектей берді. Оның көзінде жабайы қорқыныш бар еді. Керек емес, деп үлгерді ол. Атылған оқ. Оқ дәл екі көзінің ортасына қадалды. Тыныштық лезде қайтып оралды. Кабинеттен оқ дәрінің, қанның және қорқыныштың иісі шығып тұрды. 4 элиталық жалдамалы жендет жер жастанды. Біреу ғана қалды. Өз қолмен істелге шегеленген Қайрат қалтыраттырды. Оның бойындағы жоғары сана иесімін деген тәкаппарлықтан түк қалмаған. Ол енді қынсылаған ет кесегіне айналды. Өлтірмеші, деп жалбарды ол, көз жасына еркі беріп. Менде ақша бар, алтын бар, бәрін берем. Есеп шоттарды аударып берем. Менің өмір сүргім келеді. Ерлан оған жақындады. Тапаншасы еденге қарап тұр. Өмір сүргің келеді ме? Кеп қайталады ол. Айгерінде өмір сүргісі келген. Ал сен оның қалай өлгенін қызықтап қарадың? Мен орталық комитет мүшесінің ұлымын. Сені тауып алады. Мені енді табу мүмкін емес. Ерлан скальпельді істелген суырып алды. Қайрат ұлып жіберді. Мен онсыз да тозақтамын. Сені өзіммен бірге алып кетем. Ерлан оны шашынан ұстап, тапаншаның ұңғысына қарауға мәжбүрледі. Сенің миың жай ғана сырмай, Қайрат. Ол сені қорғасын оқтан құтқара алмайды. Өтінемін, мама! Гүрс еткен дауыс. Қайраттың денесі босап, еденге сырғып түсті. Топтың миы өмір сүруін тоқтатты. Ерлан иінділердің ортасында тұрды. Адреналин қайтып, денесін қорғасын салмақ басты. Бүйіріндегі жарасы ашылып кетті. Сынған саусақтары от болып жанып барады. Бәрі бітті. Төменнен сиренаның даусымен ондаған адамның дүбірі естілді. Ерлан, қаруыңды таста. ОМОН жұмыс істеп жатыр. Есік соққыдан ұшып кетті. Бөлмеге бетперде киген адамдар басып кірді. Ондаған мылтық оңғысы Ерланға қадалды. Олардың артынан бастық кірді. Майор Садықов. Баяғыда жерледе ұмыт деп кеңес берген жедел уәкіл. Ол үйіліп жатқан мәйіттерге көз жүгіртіп, ысқырып жіберді. Нағыз қасапшы екенсің ғой, Ерлан. Ерлан тапаншасын баяу көтерді. Бірақ оларға қарай емес. Ол ұңғыны өзінің иегіне тіреді. Ол тірідей берілмейді. Тоқта, деп ақырды Садықов. Ақымақтық жасама, капитан. Маған сені тірідей алу туралы бұйрық түсті. Ерланның шүріппедегі саусағы ағарып кетті.
кабинеттегі уақыт тығыз серіппедей қысылып қалды. 10 мылтық ерланның кеудесіне қарап тұр, ал оның өз стечкені иегіне тірелулі. Тыныштықты тек арнайы жасақ сарбаздарының ауыр демалысы мен Қайраттың денесінен тамған қанның дыбысы ғана бұзып тұрды. Майор Садықов автоматын түсіріп, бір қадам алға басты. Оның жүзінде баяғы жалқаулық жоқ еді. Оның орнында қорқыныш пен кәсіби қызығушылық араласқан сезім бар. «Қаруды түсір, Ерлан», деді ол, күтпеген жерден жұмсақ дауыспен. «Сен өз ісіңді бітірдің. Сен оларды құрттың, барлығын. Сен енді аңызсың түге. Финалды бүлдірме. Егер өзіңді атсаң, жай ғана ит құсап өлесің. Ал егер берілсең, сот болады. Атышулы сот болады. Бүкіл ел шындықты білетін болады. Біз бұдан саясат жасаймыз. Сен халықтың құрбаны боласың», деді майор Садықов. Ерлан мысқылдап жымиды. Қысылған тістерінің арасынан қан сызылып шығып жатты. Құрбан дейсіз бе? Сіздердің жүйелеріңізде құрбандар ұзақ өмір сүрмейді, майор. Олар камерада жаймаға асылып қалады, немесе жүрегі тоқтап өледі. Мен саясаткер емеспін. Мен солдаттым. Ол сынған, ісіп кеткен қолымен күртешесінің қалтасына баяу қол салды. Арнайы жасақ сарбаздары ширығып, саусақтарын шүріппеге қойды. «Сабыр етіңдер», деп ақырды Садықов өз жігіттеріне. «Атпаңдар». Ерлан бейнетаспаны алып шықты. Қара пластик тактикалық шамдардың жарығында күңгірт жылтырады. Оның сыртында ақ маркермен «студент қыз» деп жазылған еді. «Бұл не екенін білесіз бе, майор?» деп сұрады Ерлан. «Бұл сақтандыру қағазы. Менікі емес, сіздердікі. Бұл жерде бәрі бар. Ғалым, Қайрат, Арман, Бағдат және менің Айгерімім. Бұл таспада сіздердің қожайындарыңыздың, министрлер мен генералдардың ұлдарының қыздарды қалай қорлап, қалай өлтіргені жазылған. Бет бейнесімен, дауыстармен, уақытымен». Садықовтың көздері шаразынан шығып кетті. Ол бәрін түсінді. Бұл жай ғана айғақ емес еді. Бұл кеңестік элитаның іргетасын қирататын атом бомбасы болатын. Егер бұл таспа баспасөзге немесе шетелге жетсе, талай министрдің басы кетеді. «Бер әкел», деді майор, дауысы қарлығып, қолын созып. «Жақсылықпен бер. Бұл қылмыстық айғақ». «Бұл айғақ емес», деді Ерлан басын шайқап. «Бұл араждан, майор. Сіздің аражданыңыз. Мен орындаушыларды өлтірдім. Бірақ тапсырыс берушілер олардың әкелері. Олар тірі қалды. Енді бұл сіздің соғысыңыз». Ерлан таспаны лақтырып жіберді. Ол қанға боялған паркеттің үстімен сырғып барып, Садықовтың аяғының астына тоқтады. Майор бір таспаға, бір Ерланға қарады. Дәл осы сәтте қылмыстық істің емес, тұтас бір дәуірдің тағдыры шешіліп тұр еді. «Егер сіз нағыз офицер болсаңыз», деді Ерлан, артындағы ашық тұрған терезеге қарай шегініп. Терезе сыртында түнгі орман шулап, таудан аққан аса өзен қарауытып жатқан еді. «Сіз мұны әшкерелейсіз. Ал егер сіз жүйенің қоқысы болсаңыз, оны өртеп жібересіз. Таңдау өзіңізде». Ол тағы бір қадам артқа шегінді. Керезе алды, белдігіне тірелді. Мұздай жел арқасынан соғып, күртешесінің етегін желпілдетті. «Тоқта», деп айқайлады Садықов, не болып жатқанын түсініп. «Ерлан, олай істеме. Ол жер биік, астында тастар мен мұз бар». Ерлан тапаншасын төмен түсірді. Осы бір қорқынышты күндері алғаш рет оның көзінен қара түнек кеткендей болды. Оның орнына тыныштық келді. «Менің соғысым бітті, майор. Арым таза. Қош болыңыз». Ол атқан жоқ. Ол жай ғана сау аяғымен еденді тіреп, арқасымен қысқы түннің қараңғы бос кеңістігіне құлады. «Ұстандар», деп ақырды Садықов терезеге ұмтылып. Ол тек шамдардың жарығында қара көлеңкенің жарқ еткенін және ауыр дененің қау өзенінің қап-қара суына гүрс етіп түскенін ғана көріп үлгерді. Арнайы жасақ сарбаздары терезеге жүгіріп келіп, төменге жарық түсірді. Қара су буырқанып, мұз кесектерін ағызып жатты. Дене жоқ. Садықов терезе жақтауына жабысқан күйі, саусақтары ағарып кеткенше қысып тұрды. Бетін суық жел ұрғылады. Төменде қараңғылық пен өлім жатты, ал артында еденде бейнетаспа жатты. Бұл сол бір жынды капитанның оған қалдырған бомбасы еді.
Майор баяу еңкейіп таспаны көтерді. Оны кителінің ішкі қалтасына, тура жүрегінің тұсына жасырды. Кетіп қалды, деді сарбаздардың бірі күрсініп. Жолдас майор, өзен бойына тосқауыл қойып, сүңгірлерді шақырайық па? Садығов қара суға, сосын үстел үстінде сұлап жатқан Қайраттың мәйітіне қарады. Жоқ, деді ол ақырын ғана. Баянат жазыңдар. Күдікті Ерлан Болатұлы қарулы қарсылық көрсетіп, қашу кезінде көзі жойылды. Денесін ағыс алып кетті. Іс жабылды. Ол бұрылып шығар есікке қарай беттеді. Көкірегіндегі пластик таспаның жүрегін күйдіріп бара жатқанын сезді. Ерланның ісі жабылды. Ал майор Садығовтың ісі енді ғана басталған еді. Арада 35 жыл өтті. Алматы адам танымастай өзгерді. Ескі үйлердің орнына әйнектен жасалған зәулім ғимараттар бой көтерді. Мерседес таңдаулардың белгісі болудан қалып, қарапайым көлікке айналды. Қала сол бір 89 жылғы қанды көктемді ұмытты. Бұқаның, әртістің және мидің есімдерін ұмытты. Бірақ уақыт басқаша ағатын жерлер бар. Кеңсай зираты. Ғасырлық қарағайлардың аясындағы тыныш аллея. Бұл жерде әрдайым қоңырқай тыныштық орнаған. Оны тек қарғалардың қарқылы ғана бұзады. Молалардың біріне қарай бір әйел баяу басып келді. Жасы 50-ден асқан. Бірақ әжін торлаған көздерінде бір кездері тозақтан аман қалған қыздың үрейлі жанары сақталған. Бұл Сәуле еді. Ерлан соңғы ақшасын беріп, қаланы тастап кетуге көндірген сол куәгер қыз. Ол сол кезде кеткен жоқ. Оқыды, дәрігер болды, 2 бала өсірді. Ол 2 адам үшін өмір сүрді. Өзі үшін және анау гранит тастың астында жатқан қыз үшін. Қара мәрмәрдан жасалған ескерткіште күндей күліп тұрған жас қыздың бейнесі қашалып салынған. Жазуында: Айгерім Болатқызы, 1969-1989, аяулы қарындасқа және қызға. Сақтай алмағанымыз үшін кешір деп жазылыпты. Сәуле сөмкесінен орамалын шығарып, құлпытастың үстіне түскен күзгі жапырақтарды сүртті. Сәлем Айгерім, деді ол ақырын ғана. Міне, мен тағы келдім. Менің немерем дүниеге келді. Атын Ерлан қойдық. Ол қабірмен тірі құрбысымен сөйлескендей сөйлесетін. Жаңалықтарын айтатын, ауа райына шағымданатын. Бұл оның ритуалы еді. Бұл оның осы жерде жатпауым үшін жанын берген адамға айтқан алғыс еді. Ресми түрде капитан Ерлан Болатұлы хабар ошарсыз кеткендер тізімінде тұр. Өзеннен оның денесі сол күйі табылмады. Қылмыстық іс мұрағатта құпия деген белгімен шаң басып жатты. Кейін 90-шы жылдардың аласабыранында мүлде жоғалып кетті. Бірақ шындықты Сәуле білетін. Және тек ол ғана емес. Ерланның майор Садықовқа лақтырып кеткен таспасы өз күшін көрсетті. Бірден емес, айқай шусыз, бірақ тоқтаусыз іске асты. 89 жылдың соңында биік кабинеттерде денсаулығына байланысты деген сылтаумен үнсіз қызметтен кетулер басталды. Қайраттың әкесі, орталық комитеттегі шенеунік, кенеттен зейнетке шығып, көп ұзамай инфаркттан көз жұмды. Бұқаның әкесі, генерал, шеннен айырылып, өз кабинетінде атылып өлді. Жүйе компроматтан қорқып, өзірін өзі жеп қойды. Ерлан тек қылмыскер балаларды ғана емес, олардың тамырын да шауып тастаған еді. Сәуле құлпытастың етегіне қарап қатып қалды. Ескерткіштің түбінде суық граниттің үстінде гүлдер жатыр екен. Оны кемес. Жаңа үзілген қып-қызыл 4 тал қалампыр гүлі. Және қара лентамен байланған, уақыт өте келе түсі оңып кеткен Стечкин тапаншасының оқ сауыты. Сәуленің жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол артына кілт бұрылды. Кеңсай зиратының аллеясы бос еді. Тек алыста, зираттың шыға берісінде бір сұлба көрініп қалды. Ұзын плаш киген, таяққа сүйенген еңселі қария. Ол жаралы қасқырдай бір аяғына сәл қисая басып, ауыр жүріп бара жатты. Ол артына қараған жоқ. Ол күзгі тұманның ішіне сініп, елес сияқты жоқ болып кетті. Сәуле көзіне жас алып тұрып жымиды. Ол тірі екен. Ол ұмытпапты. Ол әлі күнге дейін қарындасының тыныштығын күзетіп жүр. Қара ауғандық. Мызғымастарға соғыс жариялаған офицер туралы аңыз. Алматының қылмыс әлемінде әлі күнге дейін айтылады.
Адамдар заң дәрменсіз болғанда, ал зұлымдық жазасыз қалғанына масаттанғанда, көлеңкеден Гиндукуш таулары түстес көздер бар қария шығады. Сол кезде әділдік таразысы темесет деседі. Сәуле қолын суық тасқа қойды. Тыныш ұйықта әйгерім, деп сыбырлады ол. Ағаң жаныңда. Ол естеліктің қара қарына тамған қан тамшысындай болған қызыл гүлдерге тағы бір минут қарап тұрды да, шығар есікке қарай беттеді. Бір жаралы жанның құрбандығымен аман қалған шулы тірі қалаға қарай жүрді. Бұл оқиға жай ғана кек алу туралы боевик емес. Бұл басқа құбыжықтарды жему үшін кейде өзінің де құбыжыққа айналуын керектігі туралы трагедия. Ерлан Болатұлы бәрінен айырылды. Қарындасынан, есімінен, болашағынан. Бірақ ол ең басты нәрсені арын сақтап қалды. Ал енді сізге сұрақ, құрметті көрермен. Ерланның өз қолымен сот жүргізгені дұрыс болды ма? Әлде ол да өзі өлтірген қылмыскерлер сияқты қанішерге айналды ма? Заң үнсіз қалғанда, адамның Құдай мен жазалаушының қызметін өз мойнына алуға құқығы бар ма? Өз ойыңызды төменге, пікірге жазып қалдырыңыз. Бұл өте күрделі моральдық таңдау. Біз үшін сіздің ойыңыз маңызды. Егер бұл оқиға сізді бейжай қалдырмаса, жүрегіңізді дір еткізсе, лайк басып, арнаға тіркеліңіз. Алда бізді тарихтың айтылмайтын, бұдан да құпиялары күтіп тұр. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Кездескенше.